Так, міне енді мен ерітілген майымды осылай ыдысқа құйып жатырмын. Так, через сита жаңағы 10 килограмм іш майды мен осылай ерітіп, жуып, тазалап, шегіп мясорубкадан. Сөйтіп ертіп, менді мені таза ыдысқа через сита осылай құйып жатыр. Осылай бәрін құйып аламын. Міне 1 литр былай құйып қойдым. Міне қараңыз, қандай прозрачный әдемі май болды. Таза сиырдың іш майы. Тамақ жасауға да болады. Тестоға, қамырға қосуға болады, самса жасауға болады. Міне қандай табиғи сиырдың іш майынан осылай тамаққа қосуға болады. Шемішке майдан гөрі осы май өте пайдалы. Іш май. Үлкен 10 килограмм май әкеліп базардан жуып оны, турап, шегіп, мясорубкадан ертіп, осылай құйып жасап қойып жатырмын. Тамаққа да қолданам. Осы әдемі майдан мен таза сабын жасаймын. Менің сабыным сондықтан өте пайдалы деп айтатынмын. Таза сабын, 100% табиғи сабын. Ешқандай қоспасыз осы майдан мен сабын жасап елдерге беріп жатырмын. Көзіме қандай таза май, мынаған ерттім. Осылай. Осы майдан мен мынандай керемет сабын жасап шығарып жүрмін. Сондықтан ғой мен айтатыным, сабыным 100% табиғи сабын деп айтатыным. Осындай мята қосам ішінен, натуральный 100% мята. Басқа ештеңе қосылмай, шемішке май, іш май. Мына осылай. Көрдіңіздер ме, қандай тап-таза май шықты. Осылай жасап алсаңыздар, тамаққа да қоса бересіздер. Таза май.